Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аналарға арналған тамақтанудағы кеңес. Өзіңіздің тамақтануыңызға мұқият болыңыз. Ол емшек сүтінің сапасы мен көлеміне әсер етеді. Тамақты күніне 5 рет сәбиді емізерден 30-40 минут бұрын ішіңіз. Емшек емізетін ананың ас мәзірінде 70-100 грамм ет, қос не балық етін немесе 2 жұмыртқа, кез келген түрдегі 1-2 стақан сүт, мүмкіндігінше сүт қышқыл өнімдерін, айран, қымыз қолданған дұрыс. 200-250 сүзбе, 45 грамм ірімшік, сыр, 400 грамм көкөніс немесе жеміс-жидектер болғаны дұрыс. Сүйектің көлемі көкөніс және тағы басқа қоса есептегенде орташа есеппен 2 литр құрауы керек. Шай ішуден аулақ болыңыз. Оны компот, шырын немесе жай ғана қайнаған сумен алмастырыңыз. Йодтың жетіспеушілігі бала миының толыққанды дамуына кедергі жасайды. Алайда тұзды қолдануға бақылау жасап отыру керек. Күніне 5 граммнан артық қолдануға болмайды. Жарты шай қасықтай баланың қауіпсіздігі тұтастай және толық сізге қатысты. Сәбиді емізу кезінде ұйықтап кетпеңіз. Себебі бала тұншығып қалуы мүмкін. Егер шаршасаңыз, баланы емізіп жатқанда жаныңызға біреуді болғаны дұрыс. Сәбиді ешқашан және еш жерде үлкен адамның қадағалауынсыз тастап кетпеңіз. Сәбиді шомылдырғанда жалғыз тастап кетпеңіз. Сәбиге үй жануарларын жолатпаңыз. Оларды қызғанып сезімі, балаға деген өшпенділігі пайда болуы мүмкін. Сәбидің құлап түсу мүмкіндігі бар жерлерге қалдырмаңыз. Нәресте біраз нәрсені істей алады. Етпетімнен жатқызғанда басын көтереді. Сіздің бетіңізге қарап жымияды, күледі, былдырлайды. Қатты дауысқа басын бұрып қарайды. Қолын қозғалтып, оған зер салады. Сіздің дауысыңызға таниды. Өзінің қажеттіліктерін жылау арқылы білдіреді. Дені сау 3 айлық нәресте жоғарыда айтылғандардың біразын меңгереді. Егер нәресте айтылғандардың кейбіреуін істей алмаса, қорықпаңыз. Себебі әр бала өзінше дамиды. Көңіліңіз жайлы болу үшін медицина қызметкерлерінен кеңесіңіз. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.